Сәлем құрметті достар, әлеуметтік желіден осындай жұмыртқасы жасалынып жатқан тортты көріп, мен де жасап көрейін деген ой келді. Оған 300 грамм жылы су, 200 грамм ұн, 100 грамм май, 30 грамм какао, 10 грамм разрыхлитель және 100 грамм секер керек. Осылардың барлығы видеодағыдай дәлме-дәл жасасаңыздар болады. Жылы суды алдымен ыдысқа құямыз. Оның үстіне 100 грамм секерді салып, езілгенге дейін араластырамыз секер мен суды. Дәл осылай араластырып аламыз. Одан соң осы дайындалған сұйықтықты қоя тұрамыз да, ұнымызға жаңағы какао мен разрыхлительді салып араластырып алатын боламыз. Какао мен разрыхлительді ұнның үстіне салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Араласқан ұнды жаңағы дайын тұрған біздің сұйық тәтті суымыздың үстіне құямыз. Осылай салып, бәрін бір-біріне біріктіріп араластырамыз. Оның үстіне 100 грамм майды, өсімдік майын құйып жібереміз. Осылай жақсылап тұрып араластырамыз, біркелкі етіп, ешқандай бір ұнның қалдықтары қалмау керек. Сұп-сұйық қоймалжыңдау бізде қамырдың несі шығады. Соны біркелкі етіп араластырып аламыз да, алдын ала ыдысымызды дайындап қоямыз, табамызды майлап, қағаздарын жапсырып, менде қағаз болған жоқ, сондықтан дәптердің қағазын пайдаландым. Духовканы 180 градусқа жылытамыз. Қызып тұрған духовкеге 25-30, даже одан да көп пісіріп алсаңыздар болады. Әркімнің духовкасы әртүрлі пісіреді, сондықтан да ұзақтау қойсаңыздар да болады. Жалпы идеальный керемет торт шығады деп айта алмаймын, бірақ та өзіміз отырып шай ішейікші деген тортқа келеді. Үйде бір тәттілер болмай қалып, шай ішкілеріңіз келген уақытта осылай бір жасай салсаңыздар болады. Осы сұйықтықтың торттың тестісін осылай ыдысқа құйып алып, духовкаға саламыз да, дайын болғанша күтеміз. Оның үстіне шоколадымызды дайындап қоямыз, құятын ганажды. Оған бір пачка шоколад және 20-30 граммдай сүт керек. Мұны дайын болған шоколадты аламыз да, отқа табамызды қыздырып, оның үстіне сүтімізді құямыз. Сүт құйылғаннан кейін шоколадты салып, араластырып тұрып, шоколадымызды ерітіп аламыз. Қатты қайнатып жіберуге болмайды, қайнап кетсе шоколад біртүрлі қоймалжың болып, шамалы болып, сүті бөлек, шоколады бөлек болып бөлініп қалады. Сондықтан да жылы күйінде осылай бірден былғап тұрып, аз уақытқа ғана осылай астынан от қыздырып қоясыздар. Шоколадтың еріп жатқанын көргеннен кейін отты бірден сөндіріп тастаймыз. Сосын әбден шоколад ерігенше осылай араластырып тұрамыз. Мені қызғаннан кейін отты өшіріп тастадым, көріп тұрғандарыңыздай. Енді шоколадты осылай араластырамыз. Менде арасында орешка болды. Тіптен керемет әдемі болып кетті. Содан соң духовкада дайын болған тортымызды алып, тексеріп, шпажкамен тестін тексеріп қараймыз. Ал енді тортымыз дайын болды. Тортты алып, енді дайындауға кірісеміз. Міне осылай болып көтеріліп пісті. Өте тәтті, влажный, пропитанный торттар болады. Дәл сондай
ылғалды торт болып пісіп шығады екен. Ылғалды мен бетін астына қаратып жібердім. Үстіне шоколад құятын болғасын. Үстіңгі жағы негізі андай қатыңқырап шықты. Бірақ өзіміз отырып шай ішуге барады екен. Дайындап көрсеңіздер болады. Осындай шоколадты үстіне құйып, әдемілеп торттың бетіне жаясыздар. Шоколад енді өте әдемі дайындалды. Егер мені видеом ұнаса, барлықтарыңызға лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Дайындап көріңіздер, егер қызық болса. Мысалға үйде еш нәрсе болмай қалған жағдайда, жұмыртқа болмай қалған жағдайда да осылай торт жасап жеуге болады екен. Осыны дәлел ретінде көрсетіп жатқаным. Әрине жұмыртқамен дайындаған торт ол ерекше, бірақ осындай бір ылғалды керемет болып дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.